Армысыздар құрметті достар, бүгін жаңа бағдарлама банк центр кредит арқылы хэштег ипотека деп аталады. Бүгінгі тақырыпта сол бағдарлама бойынша талаптары, ай сайынғы төлемі, переплата. Дәл осы тақырып сізге қызықты болса, соңына дейін видеоны көріңіз, лайктарыңызды аямаңыздар. Сосын құрметті қалайық, подписка жасасаңыздар, маған да кішкене бір поддержка керек қой деп қойсаң да. Сонымен кеттік, тақтан назар аударыңыздар. Ипотека хэштег банк центр кредит арқылы беріледі. Құрметті достар, талаптары: максималды үйдің құны 100 миллион теңгеге дейін үйді тауып, соны рәсімдей аласыз. Бұл максималды қарыз емес, максималды үйдің бағасы. Сіз алатын несиелеу жасы 21 мен 68 жас аралығында. 68 жаста сіз несиені жауып болуыңыз керек. Екінші, қарыздың максималды мерзімі 15 жылға дейін займ рәсімдей аласыз. Екінші, бірінші нарықтан дайын үйлерді алуға болады. Арғарда ипотека талаптары, достар, табыс растау. Алғашқы жарна 30% болса, үй құнының алғашқы жарнасын 30% салсаңыз, сіз 15-те 50%-бен займ рәсімдейсіз. Немесе алғашқы жарна 50% салсаңыз, сіз 12-де 99%-бен, 13% дейікші, округлять етіп, 13%-бен займ рәсімдейсіз. Яғни бұл жерде табыс растау. Арғардай табыс растамай алуға болады деген ақпарат бар, оны сіздерге түсіндіріп өтейін. Алғашқы жарна 50% болса, мысалы 50% салдыңыздар, пайыз мөлшерлемесі 15-те 40-пен аласыздар. 15-те 40-пен. Ал мына жерде 13 болған, көрдіңіздер да? Табыс растамай. Немесе алғашқы жарна 70% салып жіберсеңіздер, үй құнының 70%-ын салып жіберсеңіздер, сізге жетпей тұрған 30%-ын аласыздар, 11%-бен, достар. Енді мынандай мәселе, достар. Табысты растамау деген бұл бір бөлек әңгіме. Яғни займышының кредиттік тарихына міндетті түрде бұл банк қарайтын болады. Егер сізде соңғы 3 жыл бойы 90 күннен асқан просрочка болса, онда ипотека сізге берілмейді. Сондықтан 50%-ді бірден саласап, ура, мен алам деп бармай, ең бірінші предварительный квалификация дейді, предквал, содан өтіп алып, сізге егер займ рәсімдеуге рұқсат беріп тұрса ғана 50% салып, үй тауып, оценка жасап, сосын ғана барып займ рәсімдеу керек. Енді, достар, ең қызықты момент, ай сайынғы төлем қалай болады, переплата қалай болады, соны сіздерге көрсетейін. Мысалы, дейік, 20 миллионға үй аламыз. Алғашқы жарнасын 50%-ін салдық. 10 жылға рәсімдейміз. 15 жыл керегі жоқ бізге, 10 жылға рәсімдейміз. Банк центр кредит арқылы 10 жылға 20 миллионның 10 миллион қарыз алған кезде ай сайынғы төлем 10 жыл бойы 163.800 теңгеден болады. Сіз 10 жылда 9.655.200 теңге үстінен қайтарасыз. Яғни банк центр кредиттен 10 миллион алдыңыз, сол 10 миллионның үстіне 9.655.200 теңге, яғни 19.655.000 теңге қайтаратын боласыз. Салыстырмалы түрде, достар, менің ең сүйікті банктерім бірі отбасы банк. Депозит ешқандай жоқ, 50%-ді бірденге салдыңызда төлем қабілетін растап, 8,5%-бен аралық займ арқылы займ рәсімдедіңіз. Бірінші 36 ай бойы 141.667 теңгеден төлейтін боласыздар, 36 ай бойы. Онан кейін 84 ай бойы 140.000 теңгеден төлейтін боласыздар, ол кезде процентінің ставка 4-те 8-ге түседі. Яғни мен осы YouTube каналымда займ түрлері деген бар. Соны қарап шықсаңыздар, осы аралық займды түсінетін боласыздар. 10 жылда переплата 6.860.000 теңге ғана екен, достар. Міне, яғни мына жерден де 10 миллион сіз салдыңыз, 10 миллионды банктен алдыңыз да, 10 миллионды 16.860.000 қайтарасыз. Ал мына жерде 19 миллион қайтарасыз, арасында где-то 3 миллион разница. Таңдау өздеріңізде, достар. Бүгінгі тақырып осы, хэштег ипотека. Дәл осы тақырыпты ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, менің каналыма жазыла кетіңіздер. Сау, саламат.